бір түркістандық жігіт оқиғасын осы үнемі айтып жүрші деп маған аманат етіп еді да, жүрген жерінде айтшы деп. Менің 2 балам бар, әйелім бар, ата-анам тірі дейді да, коттедж үйде тұрам, минивэн машинамыз бар дейді, бусик. Аллаға шүкір дейді. Бірақ та біз қаз екен білесіздер ғой, бір нәрсе жетіспей жүреді. Әйтеуір иттер төбелесіп жатса да, жаңбыр жаумай жатса да Тоқаевты кінәлаймыз ғой біз. Сол жігіт айтады, үкіметті кінәлаймын, шүкіршілік жоқ дейді бір. Басымның амандығы, туысқанымның амандығы, ата-анамның қасында жүргенін түсінбеппін дейді да. Бір күні бір бауырымыз үйленетін болып, Түркістаннан Шымкентке түнде жолға шықтық дейді да, ата-анамды алып, бала-шағамды, әйелімді алып, есікті жауып кеттік дейді да, Шымкентке. Автобанда келе жатқанда горилла ішем, дизи ішем, ұйқым қысып келе жатыр дейді да, бір уақытта көзім жұмылып кетті дейді. Есімді жисам, жан-жақтың барлығы аппарат дейді, шиқылдап жатыр дейді да. Мына жерде бір аппарат жатыр, мына жерде аппарат жатыр, катетр жатыр дейді. Түсінбей жатырмын дейді да. Мүмкін түсім шығар деп мынаны көтерем дейді да, бірақ шынымен де қолым сезіп жатыр дейді да. Өнімде болып жатыр дейді да. Бір уақытта медсестер айғалады дейді, мынау есін жиды деп. Содан сұрадым дейді, мен жаңа ғана машина айдап келе жаттым ғой. Мен бұл жерге қалай жеттім деп сұрадым дейді да. Сонда медсестра тұрып айтты дейді, сен жаңа ғана жатқан жоқсың сен. Бір жұма болды жатқаныңа. Жолда аварияға ұшырағаннан кейін сен осы жерге алып кет деп. Содан біраз ойланып жаттым, есім келер келмес, ата-анам, бала-шағам есіме түсіп жатыр дейді. Бір уақытта есіме түсті, сарт ете қалды дейді да. Ата-анам қасымда болды ғой менің. О кісілер мені біле ма деп сұрадым дейді да. Олар мені біле ма осында жатқанымды? Айттыңыздар ма деп сұрадым дейді да. Сонда үлкен апа дейді енді медсестра енді. Сонда біраз күрсініп қарады дейді да. Жүрек ауырып, уф, ах деп қойды дейді. Содан тұрып айтты дейді да, балам сабыр ет деп айтты дейді да. Бұл өмірге келу бар да қалу жоқ. Сол жол апатында әйеліңде, бала-шағаңда, ата-анаңда бақилық болды деп айтты дейді да. Бір күнде Алла тағала барлығын алды да тастады. Сол жігіт айтады, үйге есікті ашып кірсем дейді, ата-анамның балам келдің ба деген дауысы шығады дейді. Әйелімнің бөлмесіне барып орамалын, халатын құшақтап жылаймын дейді да. Баламның аяқ киімдерін иіскеп жылаймын дейді. Таппаймын дейді, бөлмелердің бар. Қайдасыңдар, неге мені тастап кеттіңдер деп айғайлаймын дейді. Бірақ пайда жоқ дейді да. Сол жігіт айтады, сен үйге келген кезде алдыңнан балам келдің ба деп ата-анан шығатын болса, ол үлкен нығмет дейді да. Себебі қаншама адамдар бар дүниеде ата-анасын таппай жүрді. Дүниеден өтіп кеткен. Үйге келген кезде балаң шықса, әке, мама келдің ба деп балаң шығатын болса, ол да үлкен нығмет. Бала сүйе алмай жүрген жастарымыз қаншама.